Алаш зиялыларын діндар болды ма, тәңіршіл болды ма, дінсіз болды ма деген талас ол қазіргі қазақтың санасындағы проблема деп ойлаймын. Бұқара біздің егер бүгінгі заманның тілімен айтсақ, қазіргі әлемде қандай бір ғылыми мәдени орталық бар қазір? Лондонда айтасыздар ма, Парижде айтасыздар ма, немесе басқа да Американың қалаларында айтасыздар ма? Сол секілді мұсылман, осы біздің түрік мұсылман әлемі үшін Бұқара мен Самарқандтың рөлі сондай болған. Мәселе бірақ бұл мемлекет діннен бөлек деген, қоғамнан бөлек деген дүние емес. Әлиханның бір ғана кемшілігі болды дейді. Ол деген кемшілік қазақтың болашақ жол туралы бір кітап жазып кету керек дейді. Жалпы дүниесі, дінісі деп бөлудің өзі былай қарағанда кішкене түсініксіз жағдай. Өйткені Құдай бұл дүниені жаратқан болса, демек бұл дүниесі де бізге міндет. Атеист қылып көрсеткісі келетін азаматтар да бар. Бірақ егер Науан Қазіретті ол Ломоносовқа теңесе, яғни бұл дін ғұламасының рөлін көрсетіп тұр. Егер Ломоносов Ресей қоғамында үлкен реформа жасаған адам. Ассалаумағалейкум, құрметті Елорда дін парақшасының оқырмандары. Бүгін бізде көптен күткен подкаст. Подкастымызды бастамас бұрын парақшамызға тіркеліп, лайк, комментарий қойып кетулерін сұраймыз. Бүгін енді қонақта мен ерекше құрметтейтін елімізге белгілі ғалым ағаларымыз келіп отыр. Алаштанушы, профессор, Егемен Қазақстан газетінің басшысы Дихан Қамзабекұлы. Сондай-ақ белгілі дінтанушы, философия ғылымдарының кандидаты Кеңшілік Тышқанұлы. Бүгін енді танымдық бағыттағы сұхбат болмақ, яғни алаш қайраткерлерінің діни реформаторлық көзқарастары, діни ұстанымдары жөнінде болмақ подкастымыз. Енді алғашқы сауалымды қоя кетсем, Дихан аға, осыдан 5-6 жыл бұрын, егер шатаспасам, әлеуметтік желілерде Әлихан Бөкейханның Атылар ауылындағы бір фотосурет танымал болған болатын. Осы фотосуреттің тарих жөнінде бір естіп едім. Әлихан танушы Сұлтанхан Жүсіп ағамыз екеуіңіз жас кездеріңізде Мәскеуде 90 жылдары төңкеріс болып жатқанда осы фотосуретті алып шықты деп. Осы фотосуреттің тарихы жөнінде қысқаша айтып кете аласыз ба оқырмандарымызға? Біріншіден мына подкаст Астана дін ашылғанымен құттықтаймыз. Бұндай бағдарлама қажет. Екіншіден, шынында да тарихтың әр кезеңі туралы біздің оқырмандарымыз, көрермендеріміз, қоғам біліп отыру керек. Оның мамандарын шақырып отырғандарыңыз да дұрыс. Енді шынында да Әлихан бір кезеңнің үлкен кезең ғана емес, дәуірдің үлкен тұлғасы. 90 жылдары әлі тәуелсіздіктің елең алаңы деуге болады. 91 жылды алғанымыз білесіздер. Біз тақырып алып, Ресей архивтеріне, Ресей деген кезде ол Қазан, Уфа, оларда кіреді, Башқұртстан мен Татарстан. Сол жерлерге барып, біз архив қараушы едік. Сол бірақ 88 жыл алаш зиялылары ақталғаннан кейін олардың мұрасын жинау мемлекеттік жоспарға кірген еді. Бірақ тағы да жерде бір сіздердің бағдарламаңыздың бақытында байланысты бір нәрсе ойды еске сала кетейік. Көрермендердің Шәкәрім де ақталып жатты, Ахмет Байтұрсынұлы да бәрі де ақталып жатты, бірақ бәрі діни мұрасынан тыс ақталып жатты. Діни мұрасы айтылмады. Және тіпті ақталған кезде олар дінге өте ағартушылық тұрғыдан қарады деп солай айтылатын. Шәкәрімнің де мұрасы да кейін, ол дінге қатысты мұралар кейін кітапша болып шықты, халыққа жетті. Сол кезеңде шында да олардың бейнесінің өзін табу, немесе бейнесін халыққа жариялау үлкен бір жаңалық еді шында да. Біз 90 жылы жаңағы Ресей одақтың орталығы Мәскеуде жүрдік. Сол жерде жаңағы 91 жыл кейін төңкеріс болды. Сол кезеңнің алдында август төңкерісі деп айтылады, тамыз төңкерісі. Сол кездегі қауіпсіздік комитетінің архиві тұңғыш рет ашылды. Біз сол жерде барып, шында да менің әріптесім, ғалым, Әлихан танушы Сұлтанхан ең алғаш Әлиханның суретін сол жерден жаңағы олжа етті деуге болады, сол жерден алып шықты, көшірмесін.
Бұл біз үшін өте маңызды оқиға болды. Әлиханның атылар алдындағы суреті. Кешегі Алаштың көсемі, бүкіл зиялыларды аузына қаратқан тұлғаның жаңағы әбден қинасыз да рухының көзінен, тұлғасынан рухының сөнбегені көрсетіледі. Менің ісім адал, мен ел үшін күрестім деген секілді. Мен осындай тарихы, ол суреттің осындай. Кейіннен барып біз өте мынау Әлихандардың, Смағұл Сәдуақасұлы мен зерттеген солардың туысқандарының үйінен суреттер таптық. Олардың үйінде де көне альбомдар, тығып ұстаған альбомдар, соларды келіп, Омбы маңайында тұрған, Омбыдан 90 километр жерлерден соны алып келіп, Омбыдағы фотоателье, қазіргі заманда фотоателье деген кейбір адамдар түсінбейді, сол фотоательеге келіп, суреттерді қайта түсіріп, себебі адамдар ол сурет үйінен кетіп қалса, бүкіл жаңа аруақ кетіп қалатындай, бүкіл оны қолдайтын, қорғайтын тұлғалар кетіп қалатындай, солай адам солай сезінген. Сондықтан біз жоқ деп бәрін қолхат беріп, алып келіп, Омбыға жаңа 90 километр жерден алып кетіп, қайтып өздеріне табыстаған жағдайымыз болды. Сол алғашқы суреттер халыққа тарады. Екінші үлкен Алашқа байланысты үлкен суреттердің, жаңағы фотолардың барлығы мынау біздің Гүлнар Міржақыпқызы Дулатова апамыздан. Ол кісі де өзінің суреттерінің бәрін бір құрбысына, бір басқа ұлт өкіліне берген екен. Ол ұлт өкіліне жаңа чемоданмен, содан кейіннен барып, осы тәуелсіздіктің елең алаңында қайта алып, соны халыққа таратты. Қазір Алаш альбомы деген альбом бар, сода көптеген мықты суреттер бар. Әрине, суреттердің барлығында тарих тұрады. Біздің мысалы 20 ғасырдың басында Ресей мұсылмандарының бірнеше жиын өткен, сол жиындардың суреттері бар. Ондан қарап көруге болады, сол жиындарда кімдер отыр, зиялы да отыр, діндар да отыр, мұғалім да отыр. Міне, дін ол кезде, сол заманда ол тек қана діндардың ғана әңгімесі емес, ол мемлекеттік әңгіме болған. Әлихан Бөкейханның да мұсылман съезі деген бірнеше сериялық мақаласы бар. Сол сериялық мақалаларда қазаққа, Ресей империясының аясында қарайды, қазаққа дін қай тұрғыдан керек, біздің дін басыларымыз қандай болу керек, оқулықтар қалай жазылу керек, діни оқу мен мынандай зайырлы оқудың арасында қарым-қатынас қандай болу керек деген бағытта өзінің ой пікірлерін жазған жағдайы бар. Расымен енді біз ол фотосуреттерге де жай ғана фотосурет ретінде емес, бір ол жерде де қаншама тарих жатыр, өткенімізді білу, оның әр оқиғаның әр жағында енді біз жастар үшін енді үлкен өнеге жатыр ғой. Бірақ енді біз жай әлеуметтік желіден былай қарап қана қоямыз. Осындай енді мынау сіздерге бір сауал болып тұр. Біз қазір енді әлеуметтік желіде отырсақ, бір нәрсеге байқаймыз да. Мынау енді Алаштың идеясы ол енді әлі күнге дейін өлмейді ғой. Бізді қазір уақыт жағынан, тарих тұрғысынан болсын, бізге әлі де жақын, өзімізге де көп дүниені ала аламыз, шын мәнінде. Енді бізде сол себептен бе екен, әйтеуір Алашқа келген кезде барлығы өзіне тартқысы келеді. Мысалы, әрине Алаш қайраткерлер мұсылман болған, оған ешқандай неміз жоқ, толымыз жоқ. Бірақ кейбір кісілер жаңа асқан діншіл, діндар қылып көрсеткісі келеді ол кісілерді. Немесе тәңірші қылғысы келеді. Не болмаса дінсіз етіп көрсеткісі келеді, жаңа кейбір сөздерін қиып алу арқылы дегендей. Тіпті бір уақыттары шықты ғой. Абайды болсын, басқаларды болсын сәләфит етіп көрсетіп жатқандарда адамдар болды. Яғни әркім өзіне тартқысы келеді. Ал шын мәнінде Алаш қайраткерлері, Алаш зиялылары, жалпы діни ұстанымдары қандай болды? Ол кісілер кім, қалай деп бағалаймыз? Сол жөнінде бір айтып кетсеңіздер. Енді әрине алаштанушы, алаш зерттеушісі, алаш мұраларын түгел қарап шығушы адам басқаша мүмкін көзқараста болар. Бірақ жалпы менде енді жаңағы там-тұмдап әр жерінен қарап бір көзім түскен дінге қатысты айтылған ойларын былай зерделеп енді әйтеуір іліп алып жүрген кезде менде осындай бір екі тұрғыдан көзқарас пайда болады. Бірінші жалпысы жаңа өзің айтқан сияқты алаш тұлғалары, бұлардың көбісі медреседе сауат ашқан, ауыл молдаларынан хат таныған, болмаса жаңағы өздерінің рухани жетілуінде ізденімпаздықпен, ғылыммен, біліммен сусындаған сондай азаматтар. Кейін енді әрине институтта, жоғары оқу орындарында әртүрлі жаңағы мемлекеттік деңгейдегі оқуларды оқығандар да бар. Бірақ жалпы алған кезде жаңағы түбі қазақилықтың, мұсылманшылықтың иісі аңқыған ортадан шыққан
тұлғалар көбісі. Бірақ жаңағы сырттан жасаған ықпалға байланысты болмаса сол кезде алаш ағартушыларының, зиялыларының өздерінің ұстанымдарына байланысты мынау жаңағы Әлихан Бөкейханда да бар ғой, жаңағы осы қазіргі алашта жүрген азаматтарды екі түрлі бөлуге болады. Біреуі бұл батысшылдар, екіншісі жаңағы түркшілдер деген. Батысшылдар бұны көбінесе дінді екінші орынға қоюға тырысады, өйткені оларға көбінесе мына жаңағы Ресейдің, орыстың мәдениетінің ықпалы болып жатқан деген сияқты. Екінші түркшілдер бұлар дінді алдыға қоюға тырысады деген сияқты. Жалпы бұл кезеңде мешіт медреселердің рөлінің әлі өшпегендігін біз байқаймыз, яғни 20 ғасырдың басында. Одан кейін жалпы халықтың ішінде де жаңағы хазіреттер, молдалар, ишандар, олар өздерінің қызметін атқарып тұрған кезеңдерде ол міндетті түрде дінмен санасу, болмаса діни мәселелер, жаңағы Дихан Хамзабекұлы ағамыз айтқан сияқты мемлекеттік деңгейде дінді талқылау мәселелері де бар. Тіпті керек болатын болса жаңағы қыз балаларды қай жастан тұрмысқа беру керек дегеннің өзінде діндарлар мен жаңағы дәрігерлердің, зиялылардың таластары бар. Яғни шариғат бойынша балиғатқа толғанмен ол отбасылық тұрмысқа жарамайды. Сондықтан да оны жаңағы бұл дұрыс емес деген сияқты талас тартыстар. Демек, бұл жерде екі үлкен жаңағы мәселе бар. Дінге қарсы күрес емес, жалпы діннің практикалық мәселелерінің өзін қоғамда қолданудың ақыл жолымен, парасат жолымен, талқылау жолымен, жаңағы көпшіліктің жаңағы пікірмен санасу жолымен, болмаса жаңағы лайықты аргумент айту арқылы оған қарсы тұру жолымен деген сияқты. Бірақ жалпы діннің кейбір мәселелеріне қарсы пікір айтқан алаш тұлғаларды жоқ деп айта алмаймыз. Өйткені бұның да себебі бар шығар. Себебі кейбір кейбір дүмшелікпен айналысатын азаматтар, болмаса белден басып дінді тықпалауға тырысатын азаматтар мүмкін сондай көзқарастарды алып баруға. Не болмаса енді ол кезеңдерде алашты да жалпы біз бастапқы кезең, орта кезең, кейінгі кезең деп бөліп қарайтын болсақ, кейінгі кезеңдерінде Ресейдің ықпалында күшейе бастағандығын байқауға болады. Сол кездерде кейбір азаматтар оны өздерінің мақалаларында жаңағы дінді сынап пікір жазған азаматтар да болды, қыр баласы деген сияқты жаңағы нелермен ол жерде де байқап отырамыз. Сондықтан да бұл жердегі мақсат алаш зиялыларын діндар болды ма, тәңіршіл болды ма, дінсіз болды ма деген талас ол қазіргі қазақтың санасындағы проблема деп ойлаймын. Шын мәнісінде ол кезде ондай мәселе халықты бөлуге қарай емес, жалпы біз алаш мемлекетін қалай құрамыз, ол жерде құндылықтарды қалай бекітеміз, өркениетті қоғамды қалай қалыптастырамыз. Ол жерде біздің батыстан алатынымыз бар, Жапоннан алатынымыз бар, басқа да жаңағы шығыстың өзінің мәдениетінен құндылықтарын алатынымыз бар деген мәселелерді ортаға салып талқылап жаңағы шураларды, съездерді өткізудің астында сондай бір мәміле жатыр да. Оның ішінде жаңағы жадиттік көзқарастарымыз бар, қадимшілік принциптері бар. Соны қалай біз болсақ халықтың жаңағы көзін ашамыз, қалай біз қылсақ жаңағы ортақ бір құндылықты қалыптастырамыз, алаштың басын біріктіретіндей деген сондай идея. Сол үшін де қазір оны жұлмалаудың қажеті жоқ. Неге десеңіз, егер біз оны ары қарай талқылап жұлмалайтын болсақ, онда қазақтың қазіргі ауызбіршілігіне де үлкен нұқсан келуі мүмкін. Шын мәнісінде бар нәрселер, кез келген азаматтың да өмірінде әртүрлі көзқарастар, жасына байланысты әртүрлі пікірлер болуы мүмкін. Оны жас кезінде жаңағы діншіл болмаған, кейін діншіл болған, немесе кейін діншіл болмаған деген сияқты нәрселер бұл адамның басынан, тағдырынан өтетін дүниелер ғой. Сондықтан да оны да солай бір объективті қарай білу керек шығар деп ойлаймын. Яғни алаштың идеясы бөлетін, ұлтты, елді бөлетін емес, біріктіретін идея. Әрине сол тұрғыдан біз оны қарауымыз керек. Және ол жердегі айтылған мәселелердің барлығына сол заманның шарттары тұрғысынан баға беруіміз керек. Қазіргі тұрғыдан алып, жаңағы жылы жерде, жұмсақ жерде отырып алып, оны жұлмалағанда ол бізге абырой алып келмейді. Сондықтан да ол біздің тарихымыз, ол біздің сабақтастығымызға дәнекер болатын дүние. Жалпы алған кезде қазақтың қазіргі рухани ауызбіршілігі тұрғысынан қараған кезде алаш ағартушылары, зиялылары, соның ішінде жаңағы Әлихан Бөкейхан да бар. Қазақ дінге әлсіз уақыттан күйден өткен, қазір оны басқа дінге өткіземін деу құра біреушілік деп айтуының өзінде үлкен мәселе жатыр. Демек, біздің діни бірегейлігіміз, жаңағы ұлттық бірегейлігіміз осы діни бірегейлігімізге байланысты қалыптасты деп айтуға толық негіз бар. Сондықтан жаңағы қазіргі заманда да бір ұлттың бөлінуі ол сенімдік бөлінуден басталады ғой. Енді бұрынғы рулық тайпалық деңгейден біз өттік деп ойлаймын, әлде десе де сарқыншақтары көрініп жатады. Бірақ дегенмен де қазіргі діни бөлінушілік бұл үлкен ертең ұлттың қасіретіне айланып кетуі мүмкін. Сондықтан да оны жаңағы әркім өзінің ыңғайлы жерлерін жұлмалап емес, жалпылама қарап көру керек деген мәселе. Шын мәнінде енді Әлихан атамыздың шығармаларынан да қарасақ, шет тілінен аударған Сурат кофеханасы
иә, сол жердегі идеяны да алып қарасақ, немесе өзінің мақаласында жаңағы православтардың да құқығын қорғап жатады, иә. Яғни бізді бөлуге емес, біріктіруге шақыратын идея екенін көреміз. Енді мынау Дихан аға, бізде енді сол уақытта бір шын мәнінде алаш қайраткерлерге жадидизм дейміз ғой, сол идея әсер етті ғой шын мәнінде. Жаңағы мынау татар мұсылмандардың енді Гаспралы бар, Маржани бар, сол кісілерден бастау алған осы бір идея кейін түркі халықтарына үлкен әсерін тигізді, діни ұстанымдарында, көзқарастарында. Бұл бірақ мен бір байқағаным, енді жеке пікірім, мүмкін қателесемін, діни ұстанымда бір болғанымен саяси көзқарастарында сәл өзгешеліктер болған секілді. Мысалы, алаш қайраткерлерін айтамыз ғой, сол жадидтік медреселерде, мектептерден шықты, сол жерден тәлім алды. Қазақтың тұңғыш қазы Ғұмар Қараш та сол жерден шықты, Жұмабаевтар да. Бірақ саяси жаңа көзқарастарға келген кезде енді татар жадидтері түркі мұсылмандарын біріктіруге шақырды ғой көбіне. Енді алаш қайраткерлер жоқ, біз ұлттық демократиялық мемлекет боламыз деді. Біз өз заманымызға мемлекет болайық, жалпы түрік жұрттарымен біруге қарағанда соны бір құптағандай көрінеді. Осы жөнінде бір айтып жіберсеңіз, жалпы жадидизм қалай әсер етті алашқа? Жадидтік қозғалыс немесе жадидизм, жадидшілдік қазақша айтқан кезде жадид деген түбірден шығып отыр. Бұл Ресей мұсылмандарына ортақ қозғалыс. Бірақ жаңағы айтқандай қазір біз бүгінгі саясатты қарап, тура осыдан 100 жыл бұрынғы, одан ар жағындағы ғасырдың ар жағындағы оқиғаларға да тура солай қарауға болады. Әр елдің өзінің тағдыры бар, өзінің мүмкіндігі бар, және өзінің зиялыларының көзқарасы бар. Әр ұлттың немесе ұлттық құрылымның сол заманның да бүгінгі тілмен геосаяси өздерінің амалдары бар. Бізбен өзбектің жағдайын салыстыруға болмайды, бізбен татардың жағдайын салыстыруға болмайды. Бірімізде қиын, бірімізде жаңағыдай бір кейбір мәселелерде бір өте күрделі жағдайлар бар. Сондай жағдайлармен есептеген кезде біз бәріне бір көзқараспен қарай алмаймыз, бірақ үлкен ұғымдардың бір болғанын айтамыз. Жадид деген ұғым бұл әрине мұсылман медреселердің оқу жүйесінің сапалануы, соның қазіргі сол замандағы бір бәсекеге қарай бұрылуы. Ол тұрғыдан барлық біздің зиялылар жадидтік көзқарасты қолдады. Барлық сол кездегі біз халықтың айнасы, ақын жазушылардың мұрасын қараймыз. Бәрінде де оның ішінде тіпті ағартушы таза Ахмет Байтұрсынұлында да бар. Ол енді анау біздің Шәкәрім секілді халыққа жақын халықтық ақындарымызда да бар. Бәрі де жадидті бір мұсылмандық оқудың жаңғыруы ретінде қарайды. Ал енді саясатқа келетін болсақ, бұл саясатта жаңағыда айттым, бұл күрделі мәселелер бар. Мысалы, Қырым татарының жағдайы мен Қазан татарының жағдайы бір емес. Қазір Қырымның жағдайы қазір күнге шейін әлі даулы. Осы бүгінгі үшін кешегі қазіргі Ресей мен Украина арасында жүріп жатқан қақтығыс немесе соғыс дейміз ғой, соның мәселесі де үлкен бір шеті осыдан шығады. Екінші жағдай, неге бұл оқиғаның жалпы бұл қозғалыстың басында біздің жаңағы біздің дегеніміз ол кезде біздің рухани мәдени кеңістік бір Маржани, Курсаби, Маржани секілді татардың зиялылар тұр. Олардың бәрі де Бұхарада оқыған. Бұхара біздің егер бүгінгі заманның тілімен айтсақ, қазіргі әлемде қандай бір ғылыми мәдени орталық бар қазір. Лондонда айтасыздар ма, Парижде айтасыздар ма, немесе басқа да Американың қалаларында айтасыздар ма, сол секілді мұсылман осы біздің түрік мұсылман әлемі үшін Бұхара мен Самарқандтың рөлі сондай болған. Және сол жерде оқу, ғұламалардың жиналуы, ол да бір қазіргі айтқан идеалды деп айта алмаймыз. Оған да сын айтылған. Тіпті біздің мынау өзбектің үлкен ғұламалары бар. Фитрат, Чолпан секілді үлкен сол жердегі ортамен тығыз байланыс. Солардың өз сын айтқан кездер болған. Неге бұл әлемнің дамуға ілесемей жатыр Бұхараның ғұламалары деп. Сондықтан осы аяда мысалы Әлиханның көзқарасын қарайтын болсаңыз, Әлихан біріншіден ол Петерборда оқыған адам. Ресейдің үлкен мәдени, үлкен элитасымен жаңағыдай пікірлес, табақтас деген секілді. Екінші, қазақтың алға қарай жылжуы, қазақтың ел болуы бәрі Ресей империясының мүддесіне сай болу керек. Сол аяда не істей аламыз?
Сондықтан әлихандар көбінесе Ресейдің, ол ішінде татардың да зиялылары, Әзірбайжанның да зиялылары бар, басқа да Кавказ елдерінің де зиялылары бар. Солар ақылдасып, біз Ресей мұсылмандарын қалай ағарта аламыз, және қалай саяси сауатты ете аламыз. Міне сонда айтатын нәрсесі бар. Әлиханның мысалы мына жерде Наурызбай қажы дейміз ғой, Науан Қазірет. Науан Қазіретті әлихан Ломоносовқа теңейді. Енді қазір сұраңыз, әлиханды біреулер дінге қатысы жоқ, атеист қылып көрсеткісі келетін азаматтар да бар. Бірақ егер Науан Қазіретті ол Ломоносовқа теңесе, яғни бұл дін ғұламасының рөлін көрсетіп тұр. Егер Ломоносов Ресей қоғамында үлкен реформа жасаған адам. Бір, екіншіден, мысалы әлихан өзінің шәкірттерін айтайық, бәрі алаш зиялыларының бәрі одан көбісі жас. Соларға қараған кезде ішінде Еуропаша оқығандар бар, ішінде мұсылманша оқығандар бар. Ол айтып отырған жоқ қой, тек менің жанымда Еуропаша оқығандар ғана, орыс, қырғыз мектептерін оқығандар ғана келіңдер, қалғандарың менің тыссыңдар деп айтқан жоқ қой. Яғни қоғаммен есептесті. Әлиханның қаншама деректері бар, елге жаңағы молда жаңағы хазіреттермен сөйлескендігі, олармен пікірлескендігі туралы деректер бар. Тіпті өзінің еңбектерінің ішінде ол енді оның әлиханның миссиясы тіпті үлкен нәрсе болғаннан кейін оны ойлап та тұрған жоқ, оның проблема жоқ ол жерде. Ол халықпен, міне Ахметтер бар, басқа Міржақыптар бар, Шәкәрімдер бар, ол халықпен сөйлесетін адамдар. Менің миссиям мына үлкен саяси әлемде басқа азаматтармен сөйлесу керек деп, менің жазуым да, бағытым да басқа деп есептеп отыр. Бірақ ол халықты немесе діндарларды өзінің жаңағы үлкен концепциясын, саяси концепциясынан бөліп тұрған жоқ. Барды бар күйінде қабылдап отыр. Бірақ жаңағыдай орашолақтық немесе жаңағыдай бір мынау дінді халыққа бір жаман бағыттан көрсететін адамдарды бізбен ілесе алмайды деп айтып отыр. Ол бүгін де сол проблема. Тек мен мұсылманмын, мен жаңа Құранды жатқа білем деген мен адам ештеңе шыға алмайды ғой. Егер оның парасаты болмаса, ол диктофонға жазып жатқан нәрсе сияқты болады ғой. Сондықтан әлиханның парасаты, әлиханның несі, ол қалай ұлтты бар күйінде қабылдады, бірақ ол бар күйінде ол жаңа деңгейге көтеремін деді. Содан кейін әлиханның үлкен бір проблемалық бір мәселесі бар. Оны халық көбінесе мысалы масон ложасымен байланысы. Ол өте күрделі тақырып. Біз әрине өзіміздің білігімізбен қараймыз, бірақ ол жерде үлкен саяси астар тұр. Саяси астарда ол әлиханның жаңа басқа біздің дінімізді немесе дәстүрімізді сызып тастап бір басқа қазақты басқа платформаға салайын деп тұрған жоқ. Ол қазақты саяси текетіресте қазаққа немесе белгілі деңгейде түрік мұсылмандарына, одан да көп қалатын болса жалпы мұсылман, Ресейдегі мұсылман жұрттарына көмектесетін қандай саяси бағыт бар. Соған иек артып отыр, соған табан тіреп отыр. Екінші жағдай, әлиханның үлкен ағартушылығының үлкен парасатының қарасаңыздар, еуропалық үлкен таныммен жалғасып отырады. Жаңа сізде Сурат кафеханасы, Толстойдың ар жағында француздың ғұламалары, солардың ойларымен қарасаңыздар, бәрі де ол бүгінгі біз қазір 21 ғасырда жетіп отырған танымды нұсқап отыр. Ол шынын айтып келсек, анау пайғамбар заманынан сол таным. Пайғамбарда ешқандай дінді бөліп тастап басқалармен соғыстырған жоқ қой. Талай хадистер бар, өздеріңіз білесіздер. Ол адамның өзінің танымын, парасатын, өзінің деңгейін ескеру керек. Содан кейін бірте-бірте келеді. Қазақтың жаңағы көп мақал мәтелдері бар. Сонда да ол біздің даналығымыз ғой. Сонда қарағанда әстесте деген нәрсе, бізді әстесте деген бірте-бірте барлық дүние түзелетініне бірінші сенім келтіріп отыр түзелетініне. Екінші соған іс-әрекет жасап отыр. Ал енді үлкен саяси үлкен теңіз, үлкен саяси жаңағы толқын, олардың көбісін жоспарды жүзеге асырмады. Оны Мұстафа Шоқайдың айтатыны бар. Жалпы
екінші осы дінге қатысты бір мәселе бар. Мысалы мынау Түркістан автономиясы мен Алаш автономиясының арасында қарым-қатынастың бір парасы дінге қатысты ойлар бар. Сонда Әлихан енді қайсы жағында боламыз дейді ғой. Автономия қазір әлі күнге шейін тарихшылардың арасында автономия жарияланды ма, жарияланбады ма деп. Автономия негізі былай де-факто дейді. Ол жиналыстың өзі, жиналуының өзі ол автономияны жариялауға платформасы. Ол қандай шешім қабылдады? Ол шешім, сол жерде мысалы Алаш автономиясының шешімі, ол автономияның болғанын құжаты. Әлемде қаншама мемлекеттік құрылымдар бар, бәрі осылай. Оның үлкен еуропалық заңгерлер оныңдай сонда пәтуасын шығарған. Алаш автономиясы үшін жиналды ма? Жиналды. Ал неге оны созды? Ол екінші әңгіме. Ол себебі біздің бір бөлігіміз Түркістанда қалып қойып отырды. Ол Түркістанда ол күрделі мәселелер бар. Түркістанда жаңа қазір кейін делимитация, демаркация жүрді ғой. Бір ауылдан былай десең, мына жағыңыз өзбек, мына жағыңыз қазақ, былай деп бір ауылдың ішінде өзі сондай болып кетеді. Сол сияқты ол танымда да, басқа жағдайда да күрделі жағдай бар. Сен былай қиып тастап, давай ал кеттік, сендер мына жаққа қазақ жағына қосылдыңдар деп айта алмайды. Себебі аралық неке бар, аралық ауылдар бар, жаңағы оны бәрін реттеу керек. Сондықтан да айтты, біз осы автономия құрылған күн деп есептейміз, бірақ біздің біраз өкілдеріміз Түркістан жағына бару керек, келіссөз жүргізу керек деп оған Міржақып бастаған бір топ зиялыны жіберді. Осы енді Әлиханға ойда болған негізі. Мұстафа Шоқай Әлихандардың байланысы кезінде бәлкім Түркістанға қарай бірігетін шығармыз. Түркістан секілді, Түркістанда түрк дүниесімен бір орталық Азия дейміз ғой қазір. Сонда Әлиханның айтатыны бар. Ол Әлиханның да бұл жерде позициясы. Бұны тыңдармандарымыз, көрермендеріміз бір жақ түсінбесін, терең түсінсін. Түркістанға қосылу мойынға тас байлап суға секірумен бір дейді. Бұны ол түркшілдігі кем тен айтып отырған жоқ. Оның ойы қазақтың немесе басқа халықтардың бағыты, ағару бағыты еуропалық бағыт деп отыр. Ол кезде ешқандай, мысалы біз Түркияның тәжірибесін көреміз, басқа елдердің тәжірибесін көреміз, басқа жол жоқ еді. Сондықтан Әлихан жаңағы сөзінің астарында бір жағынан болашақты ойлап отыр. Ататүріктің ойында кей жерде сәйкеседі. Біздің бүкіл істеріміздің бәрі қалай десек те батысқа қарай бұрылып отырды деп Ататүріктің айтатыны бар. Сол секілді олардың ол заманда, мысалы біз ол заманға түсуіміз керек. Қазір ғой бәріміз тек ойланып отырып деп жаңағы бүгінгі күннің мұнарасымен әртүрлі пікірлер айта беру ғой. Бірақ әрбір сөздің астарын біз жағдаймен, оның алдындағы оқиғамен бәрімен салыстырып барып қорытынды жасауымыз керек. Бұл Әлихан мен Түркістан зиялыларының бөлік шыққанын көрсетпейді. Тіпті Әлиханның Түркістан зиялыларына қаншама ой, пікір беріп қозғаған да негіздері бар. Бір жаңағы пікірде, ол жаңағы мойынға тас байлап суға секіру деген нәрседе бұл үлкен біз бір жақ түсінбеуіміз керек. Яғни анау Әлихан Бөкейханұлының өзінің бір мақаласы бар ғой, жаңағы мен кадет партиясынан естідім деген сол туралы айтылатын. Ол жерден түсінетініміз ұлттың мүддесі қайда? Яғни Әлихан да сондай, елдің мүддесі. Ол Әлихан Бөкейхан атамыз енді өзінің бір мүддесі үшін осы ұстаным жақсырақ деген жолмен жүрген жоқ. Яғни елдің мүддесі, ұлттың мүддесі қайда қорғалады, қалай біз ел боламыз, сол жерде алаш зиялылар да жүрді деп келтіре аламыз ғой. Енді кешегі ағай, мындай бір сауал болып тұр. Мысалы, біз енді қазір ақыретсі, дүниесі деп бөліп жатамыз ғой. Сол алаш зиялыларына қарасақ, бізде ел үшін қызмет ету, саяси болсын, ғылымда болсын, яғни бұны бір үлкен ақыреттің ісі деп қарағанда, шын мәнінде. Жаңағы Ғұмар Қарашта да бар ғой, елге жерге қызмет етпей, әрекет етпей, бір нәрсе күту, жалпы ол бір мән түсінбеген, рухсыз, бір намазы, оразасы бір рухсыз болып қалған адам деп келтіреді ғой. Осы жөнде бір айтып жіберсеңіз. Енді жаңа өте жақсы пікірлер айтылды ғой. Бұл жердегі мәселе расында жалпы діннің өзін сезіммен, эмоциямен емес, ақыл, пайым, парасатпен қабылдау деген нәрсе
Оның үстіне салқынқандылықпен қабылдау деген нәрсе біздің қазақ қоғамына тән ба деп кезде мен ойлаймын. Иә, біздің ішімізде де кейбір белсенділер болды, кейбір жаңағы бұра тартушылар болды, белден басушылар болды, жаңағындай кейбір жаңағы шариғатшысы деп кішкене басымдық көрсеткісі келгендер болды. Халықтың ішінде әртүрлі деңгейде адамдар болады. Бірақ жалпы алған кезде халықтың алдына шыққан ағартушылардың басым бөлігінің пікірінде дін ісін парасат пайыммен ұғыну деген нәрсе болды. Жаңағы алаш ағартушыларында болсын, соның ішінде жаңа Шәкәрім Құдайбердінің еңбектерінде де қарасаңыздар, осы нәрселерді міндетті де қойып отыр. Тіпті Абайдың өзінде бар. Жаңағы ғылымсыз дүниеде жоқ, ақиретте жоқ. Ғылымсыз оқыған намаз, тұтқан ораза, қылған қажылық ибадат орнына жүрмейді деген дүниенің өзі білу деген нәрсе. Оның ішінде тек қана білу емес, ол рухани тұрғыдан да ол нәрсеге жетік пайым парасатын жеткізе білу. Яғни діндарлықтың қазіргі кездегі сыртқы формасы емес, әлемді жаулап алған мұсылман әлемінің проблемасына айналған ішкі жан дүниенің ізгіленуі деген мәселені олар сол бірінші орында қойды. Және сол үшін де ол дін адамдарын болмаса ишан жаңағы молдаларымызды, ақымдарымызды, жаңағы науан хазіреттерімізді құрметтеді. Неге десеңіз, олар да ол нәрсені белден басып, жаңағы қою ақиреттік шариғаттарды айтып отырған жоқ. Олар да ғылым мен білімді қатар көрсетіп отыр. Өйткені шын мәнісінде біз бір нәрседе қателесеміз қазіргі кезде. Жалпы дүниесі, дінісі деп бөлудің өзі былай қарағанда кішкене түсініксіз жағдай. Өйткені Құдай бұл дүниені жаратқан болса, демек бұл дүниесі де бізге міндет. Егер бұл дүниеде өмір сүруіміз керек болса, адам сияқты бұл дүниесін игеруде, адал жолмен кәсіп табуда Құдайдың парызы. Сондықтан Құдайдың парызын жаңа тек қана белгілі бір ғибадаттармен шектеп тастау, бұл діннің де шаблонын, шекарасын шектеу болып саналады. Сондықтан да жаңағы руханиятқа көңіл бөліп, қиянатың бар болса, иманың жоқ, маған десе 1000 жылдай қыл ғибадат деп Шәкәрімнің айтып жүрген дүниесі осы нәрсе. Сондықтан да біздің жаңағы ағартушыларымыз осы нәрсе таласқан кезінде де біз анау әртүрлі шураларда талас болған кезде де қарап отырамыз. Сол кезде үнемі парасатты ой айтқандар жеңіп отырған. Мысалы жаңағы шариғат бойынша деп жаңа жоғарыда айттық қой, балиғат жасына толған қыз баланың тұрмысқа шығуына рұқсат дегенмен, ол дүниеге бала әкеле алмайды деген уәж айтқан кезде қалғандары да соған тоқталған. Ол буыны бекімеген, қазақша айтқанда бой жетпеген қыз. Оны қалай сіз күшпен некеге бересіз? Сондықтан да шариғаттағы айтылған дүниелердің өзі міндет емес, ол ақыл парасатпен қабылдану керек дүниелер екенін. Болмаса жаңаша ойлау арқылы шариғатқа баға беруге болатындығын, өйткені араб қоғамындағы келген кейбір принциптермен Орта Азияда, қазақ қоғамындағы қағидаттар, әйел қатынастары басқаша. Сондықтан да оның барлығын сол жерде парасат пайымға салып, ақыл ойға салып, діндарлықтың өзі екі дүниені де қамтамасыз ететіндігін, сол үшін де жаңағы Мұхаммед пайғамбардың хадисінде де айтады ғой, осы дүние үшін о дүние үшін осы дүниелеріңді құрбан қылмау керек. Яғни неге дегенде, адам тек қана о дүние принциппен өмір сүретін болса, бұл дүниедегі үлесінен, бұл дүниедегі нәсібінен айырылып қалуы мүмкін. Ондай аскеттік жаңағы дүниені тәрк еткен сопылық мистикалық дүниетанымда бізде болды кезінде. Бірақ ол жаппай халықтық деңгейде емес, жекелеген тұлғалардың діндарлық деңгейінде жүзеге асты деп айтуға болады, әулиелік деңгейде, рухани жетілу деңгейінде болған. Сондықтан да шариғат деген дүние бұл көпшілікке арналған қағидаттар. Тарихат деген дүние ол жекелеген адамдардың практикаларына байланысты көбірек жүзеге асатын дүние. Сондықтан да ол нәрселерді жалпыға тағыну ол дұрыс болып саналмайды. Сондықтан да жалпы діннің өзінің де миссиясында екі дүниенің дұрыс болу деген мәселе, шариғаттың өзінің талаптарды, жаңағы адами қатынастарды, қоғамдық қатынастарды дұрыс реттеуге байланысты бағытталған. Сол үшін де жаңағы жеке мүдде үшін, болмаса жаңағы жеке бас пайдасы үшін шариғатты бұра тартқан азаматтар үнемі сынға ұшырап отырған. Жаңағы жаман тәпсір жайылып жер жүзіне, дін десе тұра қашыресті азамат, бар кінәсі олардың тәпсірші жаңағы адасып нұрлы аятқа жағып тұтады дегенде, Құранды дұрыс тәпсірлемей отырсыңдар деген сынды Шәкәрім айтады. Яғни дінді сен халыққа дұрыс жеткізбей отырсың деген мәселені айтады. Сондықтан да осы нәрселердің барлығын біле білуі ол діннің негізгі миссиясын, шариғаттың негізгі мақсатын түсіне білуінде де жатыр. Егер ол түсінбегенде, шариғатты уағыздаушылардың айтқанымен кетіп қалуы мүмкін еді. Сондықтан да олар шариғаттың ар жағын түсініп,
сен бұл жерде тоқта, шариғатта оны айтқысы келіп тұрған жоқ деп қарсы уәж айта алуда терең білімді меңгергендігін көрсетеді да. Сондықтан да жаңағы ұштастыра білу, батыс ілімі мен шығыс ілімін ұштастыра білу, тіпті шариғаттың қалыптасып қалған қасан қағидаттары мен қадимшіліктің өзін кейбір жаңағы заманға сәйкес келмейтіндігін сынай білу, немесе халықты жаңағы жәдиттік принциптермен білім мен ғылымға тарта білу деген өзі бұл сол кезеңдегі жаңағы енді болды ғой, әр ғасырларда, әр кезеңдерде, әр халықтарда болды. Кезінде католиктердің де бұра тартуы болды дінді өзіне қарай. Молдалардың да өзіне бұра тарту кезеңдері болуы мүмкін. Бірақ ол мысалы батыстың шыққан шығынымен біздің қазақтың жаңағы ол нәрседен шығуының арасында өте үлкен айырмашылық бар. Батыс үлкен құн төледі бұған. Протестанттар пайда болған кезде үлкен қырылыс, қантөгіс болды. Бізде ондай нәрселер жоқ, парасатпен ақырындап алып шығуға шаққа. Енді бұл кейін кезең әрине оған мүмкіндік берген жоқ. Әйтпегенде жаңағы қою діндарлық деген дүниелердің өзін оңайлықпен жаңағы парасаттылыққа, ағартушылыққа жеңдіруге болатындығын көрсетті олар. Сондықтан осы тұрғыдан алған кезде олар жақсы бір тәсіл ұстанды деп айтуға болады. Бұра тарта салып, жоққа шығара салып, күресе салу ол оңай нәрсе емес. Ал дұрыс бағытқа салу, парасатқа тарту, пайым, жаңағы ағартушылыққа тарту бұл жаңағы дұрыс оңтайлы жолда. Сондықтан да алаш ағартушыларында осы нәрсені де көреміз. Енді мынау бізде алашта айтады ғой, ұлттық демократиялық мемлекет боламыз деді ғой. Осының бір мәнісін оқырмандарға бір түсіндіріп жіберсеңіз, ол мемлекеттің формасы қандай құндылықтар, қандай айтқанда принциптер алдыда тұрады деген секілді. Бағытымыз, бағдарымыз қайда барады? Саяси бағытта алаштың зиялылары әрине демократиялық бағыт ұстады. Бұл сол кезеңдегі Еуропадағы ең алдыңғы елдердің тәжірибесін, солардың конституциясын, солардың мемлекеттік жүйесін Қазақстанның жағдайына сай қабылдау керек деді. Олар және де оны бірден қазақтың жағдайы деп есептемеді, ол Ресейге қабылдау керек деді. Ресей ағару керек. Тіпті біз бүгінде айтамыз, жалпы бүгінгі де пост кеңестік Ресейдің ағаруы, неме тазаруы, түзелуі Ресейден басталады. Сондай бізде Құдай бұйыртқан дейміз бе, сол тағдырымызға жазған жағдай солай. Ол мүмкін қазіргі қозғалыстардың бәрі соған келе жатқан шығар. Ал енді жаңа ғасырдан астам бұрын жағдайда сондай еді. Әлихандар немесе Ресейдің жаңағы орыстан тыс зиялылары ғана біз шеттетілдік деп есептеген жоқ. Олар айтты бірге жасаймыз. Елді бірге жасаймыз. Федеративтік Ресей, федеративтік жаңағыда ел жасаймыз. Қазақ басқа өзінің ұлттық автономия ретінде соған қосылады. Соның негізінде ағарамыз деді. Арғы мақсатымыз әрине азаттық туралы айтты. Ол былай ашықта айтқаны бар, тұспалдап та айтқаны бар. Бірақ ол кездегі жағдаймен қазіргі жағдай салыстыруға болмайды. Әскерің жоқ, территорияң бар ашық-шашық, техника технологияң жоқ өзі сол заманына сай, білім жүйең жоқ анықталған. Басқа да мемлекетке жай қарапайым мемлекетті ұстап тұратын төрт тағандардың көбісі анықталмағандықтан сондай жүйенің жаңағыдай құрылымын жасады. Және құрылымды көп жерде бекітілді. Ресей империясы патша үкіметі екінші Николай құлағаннан кейінгі жаңағы анау құрылтай съезін, құрылтай жиынын шақырудың мағынасы сол еді. Бұл жазда біз кезең-кезеңмен сондай демократиялық жолмен жүреміз деді. Бірақ ол жаңағы бүлінгеннен бүлдіріп алма дегендей, бүлінем деген нәрсеге өзі әр нәрсе бір сайтан еріп тұрады ғой. Ресейдегі мына қазан төңкерісі бұл сайтанның жолы еді. Өздерін Ресейдің өзін халқына аямаған, қаншама қырғын қалып келген, қаншама қиындықтар алып келген кез келген салада әлі күнге шейін соның зардабы деп есептейді мына Ресейдің үлкен саяси сарапшылары. Сол дүниенің барлығы солай басталды және ол легитимді емес басып алды, заңсыз басып алды большевиктер. Ал енді алаш зиялылары енді басқа басып алғаннан кейін қандай жағдай қалады? Тек күрес, анықтау, айқындау, тек сол үлкен ол кезде үлкен бағдарлама құрылмады. Тек қазақ халқын қалай аман қаламыз,
қазақ халқының аман қалуы мүмкін. Анау барлығы түрлі төңкерістер болды. Анау корниловтардың, басқа да Ресей бұрынғы патшалық үкіметтердің тура бөлек салақ бір генералдар шығып жатты. Былай ақтарам, әркімнің сөзінікі әртүрлі, ойы пікірі әртүрлі. Біреуі алашты қабылдайды, біреуі қабылдамайды. Ұлттарды есептесек, олар себебі өз басымен қайғы. Бұрынғы патшалық дәуірді қалай қалпына келтіреміз деп сонымен әуре болып кетті. Сөйтіп жүрген кезде біздің зиялылар Жапонияға дейін шықты. Қарасақ, ол кейін қазіргі архивтегі деректерде ол басқа да елдермен, мысалы Қытайдың да сол кезде құрылымдармен байланысқа түскен кезеңдері бар. Басқа да ол өмір. Кейін 20-шы жылдары басмашыларға да барды біздің зиялылар. Ол өмір, ол қазір, ол совет заманында ойдағы басмашы. Ол сол тұрғыдан қарасында ол азаттық үшін күресушілер. Міне осындай дүниелерде біз жаңағы мемлекеттің үлкен құрылымын жасайтындай үлкен мүмкіндіктер бола қоймады. Кімнің мынау Потаниннің 80 жылдығына Ахмет Байтұрсынов жазған өлеңі бар, Потанин Гераға деп айтылатын. Сонда айтады, бір тудың астында шуақтайтын күндер келер деп айтады. Ол Потанинге орыс азаматын айтып отыр. Бірақ Потанинде Ресейдің патшалық үкіметтің үлкен арбаны немесе үлкен кемені бір жақсылыққа шығаратынына олар да күмәнмен қараған. Ол Сібірде үкімет құрып, Сібір мемлекетін жасаймыз деген ойларының өзінде де ол Ресейдің ол белгілі бір үлкен бірлігіне ол күмән келтіріп отыр. Сондықтан да Ресейді облачничество дейді оларда. Сонда Ресей аймақ болып көтерілеміз, сөйтіп жаңағыдай федерация деп жаңа Әлихандардың айтатындай сөйтіп көтерілеміз деген ойда ол бірлікті сыйлау, әрбір мүддені қорғау деген ой жатыр. Енді біздің мынау қоғамданушыларда да Алаштың ұстаған бағыты демократиялық либералдық бағыт дейді. Ол шында да келеді. Бізде либерализм дегеннен қазір көп адамдар қорқады. Ол Европаның көп елі сол жолмен жүрді және сол жолмен бағыт тауып отыр. Ол қиындықтар болады әрине. Бірақ енді халықтың бүкіл құрылымдық жігімен санаспай ол тағы да болмайды. Либералдық ненің үлкен бір мазмұны сондай. Әлихандардың жолы ол мынау қарасаңыздар, Әлихандарда 19 ғасырда жалпы Ресейде марксизм деген марксизм ол бір басқаша ой болып келген әу баста. Неге марксизм Ресейде көп орнығып қалды? Маркстың кейбір ойлары, экономикалық ойлары Ресейдің анау өте төмен қалып қойған, өте мүсәпір халдегі жағдайын көтеретіндей болып көрінген. Әлеуметтік теңдік арқылы, себебі халықтың көп бөлігі жағдайсыз. Лев Толстойдың жазатын бар ғой, мен бір 20 километр, 50 километр шықшы былай үлкен қалалардан қираған ауылды, қираған мұжықтарды көресің, ешқандай жағдайсыз. Әбден бұрынғы жаңа крепостниктік правоның құқықтың кезеңдегі ойдан, пікірден шыға алмаған, өз-өзін қанаған, өз-өзіне алған бүкіл оны біздің де зиялыларымыз көп сынаған, ол жаңағыда Салтыков Щедриннің сынайтын секілді ойлардың барлығы да біз Ресей тазармай, Ресей ағармай, оның жан-жағы ағармай, ол үлкен ел бола алмайтынымызды айтады. Үлкен қауіп, мына сел. Егер анау құласа, әлде де сондай ойға бүгінде айтып отырмыз ғой, үлкен сел, бізге ол елдің амандығы керек, ол елдің көршіміздің үлкен мемлекетке айналғандығы керек. Сол тұрғыдан қараған кезде Алаш зиялылары бірінші кезең жаңағы соның ішінде Ресей Федерациясының ішінде екінші кезең азаттықты алып, сөйтіп мемлекет құрамыз деді. Білімге иек артқаны, бұлардың бәрінің ағартушылық бағыт ұстаған сол мына бізден кейінгі келетін азаматтар өте сауатты болу керек. Үлкен айтысқан кезде, жаңағыдай үлкен саяси пікірталасқа барған кезде өте сауатты болу керек, терезесі тең болу керек деп есептеді. Міне осындай саяси жүйеде. Ал енді бір қайраткерде мысалы жаңағы Барлыбек Сырттановта мемлекеттік құрылымның бір тізбесі бар. Әлиханның еңбектерінен солай табуға болады. Қошқа Кемеңгерұлының қазақ тарихынан деген еңбегі бар. Сол еңбегінде Әлиханға сын айтады. Әлихан үлкен ғұлама еді. Әлиханның бір ғана кемшілігі болды дейді. Ол кемшілік қазақтың болашақ жолы туралы бір кітап жазып кету керек еді дейді. Қарапайым тілмен айтсақ.
жобасын сызып кету керек. Әлиханның ондай жобасы жоқ деп айта алмаймыз. Оны еңбектерінен табуға болады. Екінші, Әлиханның көп жобасы ол жиындарда тұр, жиында сөйлеген сөздерінде тұр. Қаншама анау патша үкіметі құлады, уақытша үкімет тұсындағы жиындарда ол комиссар болды уақытша үкіметтің. Одан кейінгі барып, кейінгі Алаш автономиясы кезіндегі Сібір үкіметтерімен байланыс, басқа да байланыс сол жиындарда тұр. Әлиханның ойлары, міне осындай ойлар бізде олардың мемлекеттік құрылыс туралы пікірінің дұрыс болғандығын, сол замандағы сын қатерге сай дұрыс ойлағандығын айқындап береді. Рахмет. Ал енді бұл бір ұлттық демократиялық мемлекет деп енді сол бағытты таңдады ғой. Осыдан да мынау енді өзінің Алаш партиясының бағдарламасында шылыспасам 4-ші тармағында дін ісі деп аталынады. Сол тармақта жаңағы дін ісі мен мемлекет ісі бөлек, дін біткенге тең құқық деп сөйтіп айырыла былайша кезде ұстанымда көрсетеді. Енді кейбір ғалымдарымыз оны бір преференциялық зайырлық деп жатады. Осы жөнінде бір айтып берсеңіз. Қазіргі біздегі дін мемлекеттен бөлек деген қағидамен дін ісі мемлекет ісінен бөлек дегеннің арасында кішкене айырмашылық бар. Себебі неге десеңіз, жаңа сіз айтқандай преференциялық зайырлық болғанда ол жалпы діннің ішіндегі құндылықтарды болмаса әрбір жаңа азамат Құдайдың алдында және заңның алдында тең деген сияқты діннің де қағидаттарын, негізгі адамзаттық қағидаттарын жоққа шығармау. Бірақ ол жерде жаңа бөлек деген себебі діннің ішіндегі шариғи кейбір мәселелер, болмаса мынау жазалау мәселелері, тіпті Алаштың өзінің жазбаларының ішінде де жаңағы журналдарда кейбір мәселелер бар. Мысалы, жаңағы қылмыс жасаған адамды орыстың заңы қалай жазалайды, шариғаттың заңы қалай оны талап етеді. Сондықтан да ол жерде құн төлеу, талас тартыс деген нәрселердің барлығының қазір дұрыс па дұрыс емес па деген мәселелерін де талқыға салған. Сондықтан да бірақ ешбір жаңағы қол кесу, ұрлық жасаған адамның қолын кесу деген сияқты мәселелерге де сыни көзқараспен қарайды. Сондықтан да бұл жердегі мәселе осы, яғни мемлекет ісі болу үшін дін ісі бірдей мемлекет ісі болатын болса, ол жерде белгілі бір діннің сойылы соғылуы мүмкін, және басқа конфессиялардың, сол жерде өмір сүріп жатқан басқа халықтардың немесе дінге қатынасы әртүрлі адамдардың, өйткені жалпы біз мына нәрсені қарауымыз керек. Бір қоғамда азаматтардың барлығы діндар болуы қиын. Мүмкін емес. Алаш кезеңінде де ондай нәрсе болған жоқ. Сондықтан да дінге бейтарап адамдардың барлығын діннің ісіне салып жаңағы мәжбүрлеу, бұл да жақсы бір жақсылық қалып баратын дейміз. Өйткені діннің өзінде ондай нәрсе жоқ. Сондықтан да осы жаңағы плюралистік көзқарас деп жатырмыз, болмаса жаңағы преференциялық ұстаным деп жатырмыз, болмаса жаңағы кейбір мынау либерализм деп жатырмыз, жаңа Диханға айтып жатқан сияқты. Бұның барлығы жалпы мемлекет үшін қажетті құндылықтар болып саналады да. Өйткені мемлекеттің мүддесі ол сол территорияда өмір сүріп жатқан халықтардың немесе жалпы дін конфессия өкілдерінің барлығының ортақ бір тоғысатын құндылықтарына бағыт бағдар беру керек. Ал жаңа тек қана менің ұлтымның болмаса менің жаңағы немнің деп өзімнің жеке басымның деген нәрсе болатын болса, ол мемлекет ісіне айналмай қалуы мүмкін. Ал бірақ эмоционалды кейбір азаматтарды әлі күнге шейін неге біз осындай не жасамаймыз, неге біз жаңағы ислам мемлекеті болмаймыз, неге біз жаңағы шариғаттың заңдарын қабылдамаймыз деген сияқты нәрселерді кейде белден басып айтып жатады. Бірақ бұл шын мәнісінде қазіргі заман тұрғысынан да біздің мемлекетке де, тіпті біздің мемлекет емес, әлемдегі ешбір мемлекет бір ғана конфессиядан тұрмайды. Сондықтан да ол жерде мемлекет ісін жүргізген кезде ортақ құндылықтарды, ортақ заң негіздерін, ортақ жаңағы жазалау тетіктерін, жалпыға ортақ қағидаттарды, заңдарды қойып отырып, сол жаңағы қазіргі заманға сай мемлекет құру. Ал айтпеген жағдайда бұл жаңағы жалаң тек қана діннің шариғи негіздерімен, кейде мен мысалы осы уәжде айтамын, кезінде мына бізде халифат құрамыз деген сияқты әртүрлі пікірлер айтылады. Шетелге кеткен, көшкен азаматтар бар, олармен де біз Сириядан оралған азаматтар бар. Солармен сөйлесіп отырған кезде осы нәрсені айтамын. Мысалы, сізге жақсы мемлекетті берді делік. Мысалы, сіз мемлекет құрдыңыз делік. Ал мемлекет құру үшін не керек деген кезде тек қана шариғи талаптарды үйренумен мемлекет құрылмайды. Ол жерде мемлекеттік басқарусы бар, дипломатиялық істер бар, экономикалық істер бар, дәрігерлік бар, архитектура, инженерия бар. Бір мемлекетте жаңа не керек, қандай маман керек, соның барлығын қалыптастырмай мемлекет құру
жаңағы ұрандап Аллаху акбар менен автоматпен мемлекет құрылмайды. Сондықтан да осы нәрселерді жалпы діндар азаматтар да түсіну керек та. Өйткені сол Ауғанстанда жаңа күресіп жүрген азаматтардың өзі қолына билік тиген кезде әлемдік мемлекеттермен біз қалай байланыс орнатамыз, қалай сауда-саттық экономикалық қарым-қатынас қалыптастырамыз. Біз алып жатқан тауарлар мысалы кәпір мемлекетінен алып жатырсың. Қалай сен ол мемлекетпен жаңа дипломатиялық қатынас орнатып оған ақы, өйткені мемлекетте тұтынушы деген нәрсе әркім әр жерде нәрселерін қамтамасыз етеді. Сонда оның бәріне былай салқынқанды қарай білу керек та. Әйтпесе жаңағы ол құндылық шариғаттың ішінде де адамзатқа игілікке қатысты құндылықтар көп. Дегенмен де қазіргі мемлекеттік құрылым, қазіргі мемлекеттік жүйе деген дүние мүлде басқа дүние. Сондықтан да осыны да саралай білу керек, осыны да ұстана білу керек, осыны да бағалай білу керек деген сияқты мәселе. Бірақ бұл мемлекет діннен бөлек деген, қоғамнан бөлек деген дүние емес. Сондықтан да қоғамның қажеттілігіне байланысты оларды санасы отырды. Жаңа мәселелер талқылап отырды, ортаға салып отырды. Шешім қабылдаған кезде қожа молдалардың, ишан хазіреттердің де пікірін алып отырды. Сондықтан да бұл жердегі мәселе осы қазірдегі мемлекет біздің Қазақстанда да жасалып жатқан шаруа осы, яғни діни қызмет туралы заң қабылданғанда немесе қазіргі заңдарға өзгерістер енгізілген кезде конфессиялардың да пікірлерімен санасып отырады. Олар не қалайды? Бірақ ол ортақ мүддеге келе ме, келмей ме? Біздің жаңа алға қойған мақсатымызға, мемлекеттік жүйемізге сай тұр ма, тұр емес па деген сияқты мәселе. Бірақ түптеп келген кезде мемлекет өзінің құндылықтық деп санаған, болмаса жалпы ешкімнің құқығына қол сұқпаушылық деген сияқты ортақ қағидаттардың үстіне шоғырланады. Олай болмағанда ол мемлекет жаңағы әртүрлі сынға қалуы мүмкін, не болмаса конфессияаралық таласқа түсіп қалуы мүмкін. Сондықтан да жаңағы біздің азаматтар да осындай ой пікір айтқан кезде, жаңа немесе әртүрлі діни бір талаптарды алға қарай итермелеген кезде осы нәрселерді назарда ұстаса, мемлекеттің жағдайын түсінеді деп ойлаймын. Сондықтан да жаңағы отырып алып өзінің пікірін алға тарту оңай, бірақ ортақ шешім қабылдау ол оңай емес. Сондықтан да алаш зиялыларында да сол кезеңнің бастауы болғанын, бірақ енді ол кезде қазіргімен салысқанда күрделі деп айтуға болмайды. Өйткені халықтың жаңағы бірыңғайлау болуы болды. Сондықтан да қазір енді одан да күрделі. Өйткені қазір біздің халықта этнос көп, конфессиялы, көп этносты деген мәселелер. Сондықтан да қазіргі шешім әлдеқайда күрделі. Сол үшін енді әрине бұл мемлекет діннен бөлек деген сөз, сол мемлекетте дін ұстанатын азаматтардың құқықтары назарда ұсталынбайды деген мәселе емес. Мемлекет реті келген кезде басым конфессиялардың өзінің жаңа мемлекет құрушы ұлттың мүдделеріне қатысты да әртүрлі жеңілдіктер, мүмкіндіктер жасап отырады. Сондықтан да зайырлық дегенімізді бір жағы атеистік немесе дінсіздік деп, болмаса зайырлық дегенімізді жаңа белгілі бір дінді алға тартушылық деп бір жақты түсінуге де болмайды. Ол жалпыға ортақ, сол қоғамда өмір сүрген азаматтардың бәріне ортақ құндылықтарды қалыптастырып, соның айналасында келісімде өмір сүру деген нәрсе. Еуроны жасамасақ, онда мемлекеттің ішкісі, мемлекеттің ішкі тұрақтылығы бұзылады. Жаңағы бұған да зар боламыз. Сол мәселеде кейде осыны айтып отырамыз. Өйткені шын мәнісінде діннің де талаптары әр кезеңге байланысты, әр жасқа байланысты, әр эмоцияға байланысты әртүрлі бола беруі мүмкін. Сол үшін де жаңағы кейбір діннің, шариғаттың талаптарын қазіргі заман тұрғысынан баға беруде кейде қажет болып қалады. Мысалы, неке мәселесін айтайық. Некеде мысалы шариғатта үйлендің, некені қидың екі куәгердің көзінше. Одан кейін сен талақ деп тастап кеттің. Негізін шариғат бойынша сен баланы бағу сенің мойнында парыз. Бірақ заң бойынша болмаса, жауапкершілік болмай, ол әркімді алып тастап талақ қыла беретін болса, ол қайда отбасы болады? Сондықтан да жаңағы шариғаттың өзінің жеке мүддесіне қарай бұра тартудың көріністері болуы мүмкін. Сол заң қояды, егер сен ажырасатын болсаң, алиментіңді төлейсің, тіркелесің, жауапкершілік сенің мойнында болады, сенің мойнында құқықтық жауапкершілік болады деген нәрсе. Сондықтан да осы нәрселердің бәрі қарап отырса, былай қоғамда жақсы өмір сүру үшін азаматтардың қажетті тетіктер деп қарауға болады. Сондықтан да жаңағы ұранның несіне емес, жалпы салқынқандылыққа, байсалдылыққа, парасат пайымға салып, дін ісінде болсын, мемлекет ісінде болсын, қоғамның ісінде болсын, ағартушы болмаса зиялы азаматтар деген азаматтарымыз сондай шешім қабылдайтын болса, мемлекеттің болашағына өте үлкен капитал болып саналады деп ойлаймын. Сондықтан да сондай дүниелерді біз алаш зиялыларының да іс-әрекеттерінен
қарастырған мәселенің шет жағасын көреміз. Демек, ол кездегі азаматтарда өте үлкен ойлы, парасат пайымды, эмоцияға беріліп күреске салынған емес, мына діндарларды қырып жою керек деген сияқты емес, болмаса діндарлар, бұлар жаңағы дінсіздер, бұлардың барлығын өлтіру керек деген сияқты емес. Жалпы диалог дейміз ғой, жаңағы компромиске келіп, диалогқа келіп, мәселені ортақ талқылап отырды. Шураларда, жаңағы съездерде соның көріністері. Сондықтан да осы мәселеде қазіргі азаматтарға да сондай бір нәрсе жетіспейді. Яғни кейбір нәрселерді асығыс шешім қабылдауға болмайды. Өйткені мемлекет асығыс шешім қабылдаса, ол өзінің тәуелсіздігінің ғұмырын қысқартып алуы мүмкін. Сондықтан да осыны да жаңағы жүкті арқасында сезінген адамдар ұғыну керек деп ойлаймын. Сіздерге бір қорытынды бір сұрақ қойып кетсем, енді қысқадан нұсқа жауап берсеңіздер болады. Қазір енді еліміздегі бір үлкен мәселелердің бірі бұл жаңағыдай діни экстремистік топтар. Осы әртүрлі елдің тұрақтылығына нұқсан келтіретін әртүрлі радикал діни топтармен күресте Алаштың идеясы, оның ұлтшылдық идеясы болсын, діни ұстанымдары болсын, бізге көмек бере ала ма? Қазіргі таңда біз осыны тәжірибеге енгізе аламыз ба? Туралы бір қысқадан айтып кетсеңіздер. Алаш зиялыларының негізгі идеясы да, негізгі тұжырымдамасы да ағартушылық. Сондықтан ағартушылық біз қай кезеңде де, қандай жағдайда да ағартушылық бізді құтқарады. Ағарту деген ағарту, қараны ағарту. Ол экстремизм деген нәрсенің ар жағында қара нәрсе тұр, қиындық тұр, олардың тәрбиесі тұр, тәлімі тұр, көзқарастарында қателік тұр. Оның бәрін біз түзетілуіне мүдделіміз, себебі ол біздің азамат, осы жердің тумасы. Біз басқа елдегілерге де түзелуді, дұрыс бағытта жүруді қалаймыз. Бірақ өзіміздің азамат осы жерден шығып, осы топырақтан жаралғаннан кейін біз оған мүдделі болуымыз керек. Екінші жағдай, жалпы дұрыс, мынау қазір Қазақстанда дін мәселесі біраз жылдар болды, қолға алып, діни сауаттылық, діни саламаттылық, діни парасат, діни білім, діни ғылым, дін ғылымы, осы бағытта біршама жұмыстар жасалып жатыр. Бұл дұрыс нәрсе. Осы жұмыс енді елдік жұмыс болғаннан кейін нәтижесін береді деп есептейміз. Сонымен бірге мынау қоғамның күрделі жағдайлары бар. Ол күн сәт сайын ешкім бақылап отыра алмайды. Сондықтан бұл жерде қоғам өзі өз жарасын өзі жалап жазатындай жағдайда болу керек. Қоғамның, біздің қоғам азаматтарымыздың түрлі жігі бар, ата-ана ретінде, белгілі кәсіптің иесі ретінде, ол саудадан бастап, сол осы қоғамның түзелуіне мүдделі болсақ, жаңағы бесіктегі баламыздан дұрыс түзеуге бағыттайтын едік. Сондықтан жаңа сіз айтқандай, бұл ағартушы Алаштың мұрасы кез келген қиындықтан шығаруға бізге көмекке келе алады. Енді бір ғана сөйлем қоса салайын. Жалпы бұл жерде менің ойымша мына мәселе бар. Кез келген діннің қарыштап қанат жаю үшін мемлекеттің тәуелсіздігі, қоғамның бірлігі, заманның тыныштығы ол негізгі рөл атқарады. Бір жаңағы ораза намаз тоқтықта деген сөздің де бір жаны бар. Жалпы біздің мынау мешіттеріміздің салынуы, азандарымыздың шақырылып жатуы, әркімнің жаңа арқа-жарқа болып діни рәсімдерімізді орындап жатуымыздың өзінің үлкен бір жаңағы Құдайдың тарапынан берілген нығмет, осы тәуелсіздіктің арқасында келген дүние екенін біз бағамдай білуіміз керек. Сол үшін де бұл жерде жекелеген мүддеден гөрі алаштықтардан алатын дүниеміз бұл ортақ мүдде. Ұлттың мүддесі, мемлекеттің мүддесі деген нәрсемен қарама-қайшылыққа түскен кезде жеке мүдделерді алға қарай тықпалап құртпау керек екендігіне бір үлкен бір мәселе бар. Сондықтан да жалпы кез келген дүниенің уақыты келген кезде өзі жарыққа шығады. Қазір демократиялық қоғамда әр нәрсе талқыға түседі. Азаматтардың пікірі алуандығы ескеріледі, қаралады. Сондықтан да бұл жалпы ортақ құндылық, зиян жоқ нәрселер болса қабылданады. Бірақ жалпы азаматтар эмоционалды, фундаменталистік, буквалистік, болмаса радикалды жаңағы енді қазіргі заманмен бірге келген кішкене шаршауға байланысты мынау нарықтық экономика болған азаматтардың да психологиясында әртүрлі құбылыстар болып жатыр. Соны діни тұрғыдан қамтамасыз етіп аламын деп сондай бір тыраштану менің ойымша дұрыс бір нәтижеге алып бармайды. Сондықтан да жалпы байсалдылықпен әлемнің бүлініп жатқан мемлекеттерінен сабақ ала отырып,
дінді парасатты түрде ұстанып, оның өзін жаңағы өзіміздің құндылығымызға айналдыра алсақ, менің ойымша біз зиян шекпейміз. Ал жаңағындай эмоцияға, болмаса қандай да бір арандатушылыққа себеп болып кетіп, соларға қолшоқпар болып кететін болсақ, өзіміз жеткен дүниемізді өзіміз құлатып алуымыз мүмкін. Кейбір нәрселер жоқтаймыз деп жүріп, барымыздан айырылып қалуымыз мүмкін. Сондықтан да осы нәрседе өте азаматтардың ауызбіршілігі, түсіністігі өте қажет деп ойлаймын. Жалпы айтады ғой, жаңағы тәуелсіздікті алу қиын, бірақ сақтап тұру одан да қиын деп. Сондықтан да сол бағытта әр азамат, ұлтым деген, халқым деген, дінім деген азаматтар соған үлес қосу керек. Сонда ғана мен ойлаймын, егер өзің білмесең, білетіндердің сөзін алу керек, тілін алу керек. Сонда ғана біз ел боламыз. Жаңа екі аққудың бір басшы деген сияқты, әркім өз бетінше сөйлеп лағып кететін болса, онда бірлігіміз бұзып аламыз. Ал бірліктен кейін қалған құндылықтарды ұстап тұру қиын болады. Рахмет. Жалпы енді қазіргі таңда бір қуантатын дүние бар. Бұл жалпы жастардың, соның ішінде әлеуметтік желіде қарап отырсақ та бір осындай буын келе жатыр. Алаштың идеясын, жалпы алаш қайраткерлерін кеңінен насихаттап, Әлихан болсын, басқа да осы қайраткерлерімізді жиі насихаттап шығарып жатады. Жалпы алаштың бізге оның фотосуреттерін, аттарын, мұраларын танығаннан бір үлкен, одан да бір үлкен тағы бір алдымызда, жас ұрпақтың алдында бір миссия тұр деп білемін. Бұл сол алаштың идеясын бүгінгі қоғамда, бүгінгі заманда жүзеге асыру. Осы жолда барлығымыз қызмет етейік. Енді алаш жайлы сөз қозғайтын болсақ, оны 1 сағатқа, 2 сағатқа сыйғызу мүмкін емес. Айтсақ оны отыра береміз. Сіздерге көп рахмет. Осы шақыртуымызды қабыл алып, осы бір жастарға, бүгінгі ұрпаққа бір пайдалы, тәлімді, өнегелі әңгіме сұхбат болды деп білемін. Құрметті оқырмандар, егер біздің подкастымыз сіздердің көңілдеріңізден шықса, осы подкастымызбен бөлісіп, комментарийға пікір қалдырып кетсеңіздер, ал егер де бір қате кемшін кеткен жерлеріміз болса, сын пікірлерімізді комментарийға қалдыра кетіңіздер. Енді сіздермен қоштаспаймыз. Келесі кездескенше.